Құрметті менің каналыма кіріп жүрген, каналыма жазып жүрген замандастар, бүгін бізге сіздермен дәрумендер салатын көрсеткім келіп тұр. Бұл жерде қана ол салат үшін мына заттар керек, бәрін жуып тазалап қойдым. Бір қазір осы көрсетіп аламыз да, одан кейін турап қоямыз. Тек қана баклажанды ғана қуырып алу керек, пияз екеуін. Міне көріңіз, баклажан, қияр бір-біреуден жетеді. Семья басы аз болғаннан кейін мынау лимон үстіне әшейін себу үшін, листья жапырағы. Сосын мына цезарь деген жапырақ. Мына кішкентай помидор қоссаңыз да болады. Қызыл, көк бұрыш, бір бас пияз. Сосын мынау қып-қызыл әдемі рең келтіретін редис, қазақшасы тұрыптың кішкентайы шығар. Сосын жаңа зелімдеріңізді бәрін қоса беріңіз. Негізі бұл салатқа не қоссаңыз да бола береді. Тек қана бұл жерде жаңа мына нені ғана қуырып аламыз. Пияз бен кішкентай баклажанды. Қалған бәрі солай соусы күйінде қазір турап қоямыз. Міне, құрметті азаматтар, мына жаңағы дәрумендердің керекті көкөністердің бәрін турап әдемілеп қойдық. Мына туралған несін. Енді бұл жерде тек қана қуырылатын нәрсе кішкентай жаңағыдай екі қасқа семайға баклажанды қуырып аламыз. Болды. Қалған бәрі баклажан несін. Баклажанды әдемілеп қызартып қуырып аламыз. Сосын бәрін баклажанымыз 10 минуттей қуырылса, баклажанымызбен бірге бәрін мыналардың бәрін саламыз да. Лимонның мынау иесін сеп, әдемі дәрумендердің салаты осы. Сосын негізі столымыздың, келген қонақтарымыздың барлығын алмайды. Көкшеп ұнайтын қонақтар өте көп болады қонақтардың ішінде. Көкшеп жегіштер, жер қоспайтындар, олардың барлығына ондай жақсы болады. Қуырып алайық, 10 минуттей. Көкөністің бәрін турап алдық, жаңа сіздер айтқандай. Енді баклажанды баялды деп аударыпты интернетте. Көрдіңіз, астында майы да жоқ, мына көрдіңіз ба? Көп майы көп емес. Қазір оны қуырып алдық пиязбен. Ол сәл-сәл суытып алу керек қосу үшін. Енді салатымызды бастай береміз. Мынау цезарь деген жапырағы. Орам жапырақ деп те атайды кейбір жерден. Әдемі мынау көкшепті жақсы көретін адамдар үшін. Егер отбасыңыз көкшепті көп жақсы көрсе, сала беріңіз. Қонақтарыңыз ішінде көкшепті жақсы көретіндер болады. Менің құрбыларым ішінде бір-екеуі көкшеп жақсы көретін бір-екеуі ғана бар. Оларға бола жасаймыз салаттың. Міне көзіміз салатты полностью андай әдемі қылып тастайсыз. Енді оның үстіне кәдімгі өзіміз күнделікті қолданып жүрген салат жапырағын тастаңыз. Қанша көкшеп бар үйде бәрін тастай беріңіз. Бұл жерде ештеңе қарап тұратын ештеңе жоқ. Кеше мына жерде шпинат алып келгенмін. Кеше осы салат жасасам, содан шпинат қап кетті. Сол шпинатты да қосып келгім келіп тұр. Мына шпинатты да қосып жіберіңіз. Енді қосылатын нәрсе қияр. Оның үстіне жаңа болгар бұрышы, қызыл, көк болгар бұрышы. Енді бұның ішінде редисканы шалғам деп аударыпты. Сол шалғамдарыңызды қосыңыз. Енді мына помидордың черри деген түрі ғана бар екен үйде. Сол үйде не бар, соны салдым. Бұның үстіне қатып қалған не жоқ. Бұның үстіне үйден саңырауқұлақты кішкентай осы мынау баялды деймін, баклажан. Сол баклажан сияқты саңырауқұлақты кішкентай осыған қуып жіберіп саңырауқұлақ қоссаңыз да болады. Қазір ана бір шампиньон, вишенки, бірдеңе-шірдеңе деген саңырауқұлақтар сатып жатыр ғой, соны қоссаңыз болады. Сосын кейде мен етті де қосып, анандай етті де майда шұқақ турап етті де қосып жіберсеңіз болады бұған. Ол қатып қалған есі жоқ. Қалай қоссаңыз да өзіңіз білесіз. Өте күшті. Бұл салатқа анадай бір капуста болады ғой, түс беретін әдемі қызыл.
Қызыл капуста қоссаңыз да болады. Ол бір әдемі көркем түс береді сізге. Майын көбейтпеңіз, жаңа сол баклажанның майы жетеді. Міне, керемет дәрумен салат болады. Жаңағыдай филе етіп не берсеңіз, жаңағыдай еті де, бетінде жүреді. Міне, қалаған нәрсеңіз қоса бересіз, керемет дәрумен салат болады. Мен осыны бұны бір жақында бір құрбымнан үйреніп келдім. Бірі жеп, бір әдемі жеп бара жатырмыз. Салат істеу жөнінде сол кісіден үйреніп келдім. Сондықтан міне қазір әдемілеп салатқа тарелкаға саламыз. Содан сіздер көресіздер. Укропымыз бар айтпақшы. Укроп, петрушка бәрін қоса беріңіз. Қалаған қолыңызда қандай көкшөп бар. Кейбіреулер кинзаны жақсы көреді. Қалай қоссаңыз да қоса беріңіз. Міне. Лимонның, жарты лимонның несін сықтық мына жерге соғын. Лимонның соғымен жаңағы. Енді бұған ошы көп сала бермейміз тұзды. Себебі ана не баклажанда не тұз алған. Кішкентай перец қосыңыз. Қиярға кішкентай тұз керек десеңіз, қиярға кішкентай тұз. Қияр тұзды жақсы көреді десеңіз, кейбіреу қосыңыз. Так, полностью салатымыз дайын. Енді әдемілеп бұны салаттың бір әдемі салат салатын ыдыстарыңызға сала беріңіз. Мен қолымда не бар? Қазір мына түрмен үшіге салып берейін қазір сізге салатта. Бұл салатты бір жеген адам істемейді. Тағы да жегісі келіп айтады сіздерге. Міне перец те бар, ішінде бәрі бар. Не дәрумен жоқ ішінде. Бәрі дәрумен бар. Ана жапырақтарын да қойып қойыңыз әдемілеп. Оны әдемілеп ыдысқа салсаңыз, керемет тағам өрістіреді. Астарыңыз дәмді болсын.